Әжетхананың ашылу салтанаты. Авторы Мықтыбек Орастайұлы. Шақыру қағазы келіпті. Түрі бөтен, мәтіні жат. Сыртқы фотосы да бір түрлі. Суреттегі ғимарат салтанатты сарай емес, әжетханаға көбірек келіңкірейді. Ашып оқығанша асықтым. Құрметті Пәленше Түгеншеұлы, сізді қаламыздағы ең заманауи үлгімен салынған әжетхананың ашылу салтанатына шақырамыз. Құрметті қонағы болыңыз. Басталу уақыты 31 ақпан 2020 жыл. Мынадай мәтінді бұған дейін оқыған болсам, көзім шықсын. Дегенмен заманауи үлгідегі әжетхананың қандай болатынын көрейінші деп шақырылған күні жолға шықтым. Бір танысым кезге кетті. Мен әжетхананың ашылуына барамын, сені де шақырды ма деймін. Шақырмады. Есесіне ана шағын аудандағы әкімнің аударылған машинасына арнап тұрғызылған ескерткіштің ашылуына кетіп барамын. Сау бол, уақытым жоқ. Кетіп бара жатып бері бұрылды. Айтпақшы, неттің бе? Деді кібіртіктеп. Нетуің керек еді? Тойға барсаң тойып бар деуші еді. Әжетханаға бару үшін де бірдеңені істеп бару керек шығар. Түсіндім. Барғасын нетеміз де жаңа әжетханаға. Аха, сәттілік. Барсам біраз адам жиылыпты. Ана бұрышы мен мына бұрышы екі ағаттан бірдеңені матамен жауып қойыпты. Мынау ма әжетхана? Деймін жанындағы адамға күбірлеп. Адамдар қарасы көбейе бастады. Жиылысты бастайын десе, әкім жоқ. Бастаса болар еді, зәр қыстап кетті ой, қашан кіреміз на туалетке деп, анадайдан көзі шақ жиған көршім шыдамсызданып жатты. Бір кезде бір топ нөкерімен әкімде келді ау. Келді де әңгімені бастай жөнелді. Сөздерінің біріне түсініп, біріне түсінбедім. Қаламызды көркейту үшін рухани жаңғыруды әжетханадан бастап, осы ғимаратқа бөлінген 12 миллион теңгені игеру үшін ұсталарды Қоқаннан шақырдып, дәретхана қағазын Малайзиядан, унитазды Жапониядан алдырып, біраз тоқтамай сөйледі. Жұртқа оның сөзінен гөрі ана ақ матаның астындағы әжетхана қызық болып тұрма, тыпырши бастады. Ертерек сөзім бітсе болар еді. Айтпа, шалбарымды бүлдіріп қоятын болдым. Әкім әлі сөйлеп жатыр. Ол 12 миллионның 6 миллионын ашылу салтанатына жұмсап, туалетке Wi-Fi да орнатуымыз мүмкін, егер Ақордадан рұқсат ала алсақ. Мұнда 2 охрана күзетте тұрады. Әйтпесе мыстан жасалған саф унитазды адамдар ұрлап кетуі мүмкін. Әкімнің сөзі бітер емес. Әжетханаға келетін клиенттеріміз көп болсын. Табыс әкелетін объектінің бірі болғай. Енді әжетхананың лентасын қиюға рұқсат етіңіздер. Дегенде тыпыршып тұрған көпшілік шапала құра жөнелді. Әкім барып матаны ашып қалып еді. Төбесі жартылай ғана жабылған, аласа ғана шошала сияқты бірдеңе сопайып шыға келді. Көпшілік енді дуылдай жөнелді. Мынау ма 12 миллионның әжетханасы? Мынаған 50 мың теңгеде кетпеген ғой, деп жатты. Жүргізушінің енді әкімнің өзі бірінші болып салтанатты түрде әжетханаға дәрет сындырады, деп хабарлағанын ешкім естімеді. Сол себепті де әкімнің не үшін әжетханаға кіріп кеткенін ешқайсысы түсінбеді. Әкім қайта шықты да көпшілікке әжетханаға кіруге рұқсат берді. Бағанадан бері шыдамсызданып тұрған көршім ентелеп бара жатыр еді. Охранадағылар тоқтатты. Құжатыңыз тастап кетесіз, шыққа соң аласыз. Шыдамы түгесілген анау асығып құжатымен бірге әмиянында күзетшілерге қалдырып, ішке зып берді. Бүйткен жиыны құрсын, дедім де әжетханаға кірместен кетіп қалдым. Бір аптадан соң көршім көзі алақандай болып жетіп келді. Ойбай, бұл не масқара? Маған 10 мың теңге айыппұл келіпті. Неге, тыныштық па? Әлгі туалеттің ашылу салтанатында кіріп дәрет сындыру қымбат екен ғой? Бұл не масқара? Көршім ойбайлады. Оны жұбатуға сөз таппады. Әлгі күзеттегілердің сазайын берейін десе, бір аптадан соң әжетхананың іші опырылып түсіпті де, күзетшілер жұмыссыз қалды.